Украинадағы соғыс әлі күнге дейін жалғасып жатыр. 3 жыл қатарынан болып жатқан осынау қанды оқиға әлі күнге дейін Путиннің тарапынан тоқтатылмай келе жатыр. Екі мемлекеттің арасында арағайындық жасауға тырысқан Американың еңбегі еш кетуге шақ тұр десек болады. Себебі Америка құрама штаттарының екінші мәрте президенті болып сайланған Трамп билікке келе салысымен, Ақ үйдегі кабинетіне жайғаса салысымен бұл соғысты мен реттеймін, тоқтатамын деген еді. Алайда оның уәделері желге ұшып жатыр. Жақында ғана Америка құрама штаттарының мемлекеттік хатшысы Марк Рубио ашық мәлімдеме жасады. Біздің Украинадан да басқа мәселелеріміз бар. Мысалы Қытайдың күшеюі Американың сауда, экономикалық, саяси жағдайына қатты әсер ететінін ашық мойындады. Американың мемлекеттік хатшысының не айтқанын қараңыздар. Бұл соғыс Джо Байденнің тұсында басталып 3 жылдан бері жалғасып келеді. Осы уақыт ішінде оны аяқтау үшін ешқандай шынайы әрекет жасалған жоқ. Бұл соғыстың әскери жолмен шешімі жоқ. Шын мәнінде Путин бүкіл Украинаны басып ала алмайды, ал Украина ресейліктерді 2014 жылғы шекараға дейін толық шегіндіре алмай отыр. Сонда сұрақ туындайды. Әлемде екі тараппен де сөйлесе алатын, оларды келісімге әкеле алатын жалғыз көшбасшы кім? Бұл президент Трамп. Ол соған ұмтылып жатыр дегенімен, Американың мемлекеттік хатшысы Трамптың мақтауын асырғанымен, Трамп билікке келгеніне қаншама айлар өткенімен бұл жағдайды реттей алмады. Соғыс әлі жалғасып жатыр, әлі қаншама адамдар бұл соғыстан зардап шегіп жатыр. Путиннің келіссөзі ұзаққа созылуы оның құйтырқылық әрекеттері деп бағалап отыр батыс мемлекеттері. Және батыс мемлекеттерінде берілетін ой жоқ. Өйткені Ұлыбританияның премьер-министрі Кир Стармер, Францияның президенті Макрон екеуі бірлесе отырып Европа мемлекеттерін біріктіруде. Әсіресе Ресейдің агрессиясын Украинада тоқтатуға барын салып жатыр. Керекті көмекті беруге тырысамыз, тіпті керек болса әскери көмек беруге де шамамыз жетеді деп отыр. Ал Трамптың бұған қылар дәрменде жоқ. Берер көмегі де біткендей. Енді ол Украинадағы пайдалы қазбаларды сарқып пайдаланып, өзінің Американың осы кезге дейін берген көмегін өндіріп алмақ. Бірақ Украинада оған шегініп отырған жоқ. Зеленский тіпті Ақ үйдің есігін тарс жапқанымен, қанша көмекті қажет еткенімен, Трамптың ұсынысына келіспеді. Ақыр аяғында екі тарап 50-50 болып келісім жасасты. Яғни Украинада өндірілетін сирек кездесетін пайдалы қазбаларды енді екі мемлекетте бірлесіп игілігін көрмекші. Ал Путин не істемек? Путин Украинаны толық жаулап ала алмайды. Оны өзі де жақсы біліп отыр. Украинаны толық жаулап алуға Ресейдің күші жетпейді. Ресейдің күші жетпек былай тұрсын, мына Курск аймақтарында Ресей мен Украина арасындағы соғыста амал таусылған Ресей Солтүстік Кореядан көмек сұрауға дейін мәжбүр болды. Бұл масқара жағдайды неше уақыт бойы мойындамаған Ресей ақыр аяғында Солтүстік Кореяның билігі әлемге жария еткеннен кейін мойындауға мәжбүр болды. Ресей мен Украина арасындағы соғыста қаза тапқан солтүстік кореялықтардың жаңағы есімдерін біз ешқашан ұмытпаймыз, олардың ерліктерін мақтан етеміз деп отыр. Сонда бір елге шабуыл жасай отырып, оны қалай ерлік деп бағалап отыр. Бұл жерде агрессия Украина емес, Ресейдің тарапынан келіп отыр ғой. Қалай дегенмен де Путиннің бір шындықты мойындауға жаңағыдай ерік жігері жетіспей отырғандай. Себебі Путин Украинаның белгілі бір аумақтарына ие болғанмен түбегейлі жаулап алуға қауқарсыз. Әскери әлеуеті де, саяси күш қуаты да жетпейді. Дипломатия төңірегіне келетін болсақ, әңгіме мүлде басқаша. Қазіргі кезде Ресей қаншама әлем мемлекеттерінің санкциясының астында жатыр. Сонда не істемек керек? 2014 жылғы шекарасына Украина қайталама, өзінің бүкіл территориясын қайтарып алып, Ресей әскерін қуып шығалама жерінен. Батыс мемлекеттері қалай әрекет етеді? Өйткені Американың мемлекеттік хатшысының айтуына қарағанда, бізде Украинадан да басқа мәселелер жетеді. Біз енді Қытай мәселесімен айналысамыз деп отыр. Сонда Украина жерінен Америка құрама штаттары кететін болса, онда алдағы уақыттары бұл соғыс
тым ұзаққа созылған соғысқа айналуы мүмкін. Мысалы, Сирия соғыстарына. Ондай болатын болса, бұл екі мемлекетті де, Ресейді де, Украинаны да қалжыратады, жеңіске тек жететін Европа болмақ. Себебі Европа мемлекеттері осы күнге дейін Ресейдің ықпалын әлсіретуге барын салып келді. Сонда бұл оқиға Қырым соғысы, екінші Қырым соғысына айналып кетуі әбден мүмкін. Осыған дейін саяси болжам жасаған болатынмын. 1853-1856 жылдарда болған Қырым соғысы кезінде де Ресей Наполеон соғыстарынан кейін жеңіске жетіп, Вена конгресінде 1814 жылы ең негізгі 4 мемлекеттің бірі болған еді. Наполеонның империясын күйреткен Ресей Европаның тіпті жандармына айналған болатын. Париж көшелерінде орыс солдаттарының қалай тайраңдағаны да белгілі. Алайда батыс мемлекеттеріне бұл ұнаған жоқ. Уақыт өте келе Франция мен Англия қайтадан бірлесе отырып, Ресейді әлсіретуге көшті. Және бұның жауабын Осман империясынан тапты. Сол кездері Осман империясы сол кезге дейін Ресей әскерінен қаншама рет жеңіліп келген еді. Орыс-түрік соғыстары Осман сарайын әбден үрейлендіргені сонша, тіпті Стамбулдың өзіне тікелей қауіп төнген болатын. Міне, осынау көмекті уәде ете отырып Османдарға Европа мемлекеттері Ресейді әлсірету үшін Қара теңіздің және Мәрмәр Босфор маңайында үлкен бір саяси жоспар құрады. Жоспардың негізінде Османдарға көмек бере отырып, батыс мемлекеттері Ресейді әлсіретуді көздейді. Былайша айтқанда, біреудің қолымен от көсеу. Және бұл жоспары батыс мемлекеттерінің дипломатиясында керемет шеберлікпен жүзеге асты. Үшінші Наполеон бастаған Франция және Англия мемлекеті және Европаның басқа мемлекеттері бірлесе отырып, Ресейдің Қырым түбегіндегі билігін әлсіретті. 1853-56 жылдар болған бұл Қырым соғысында Ресей масқара жеңіліске ұшырады. Наполеон соғыстары кезінде мерей асқақтаған Ресей Париж трактатына қол қоюға мәжбүр болды. Осылайша Қара теңіздегі ықпалы әлсіреп, бұрынғы күш қуатын қайталай алмады. Бұрынғы жаңағы үлкен күш қуатына қайтадан орала алмады. Егер де мына жердегі Ресей мен Украина арасындағы соғыс одан әрі жалғаса беретін болса, және бұл соғыс ұзаққа созылатын болса, қазіргі күннің өзінде 3 жылдан асып отыр бұл соғыстың басталғанына. Онда Украина да әлсірейді сөзсіз, және Ресей де әлсірейді. Ал егер екі мемлекетте әлсірейтін болса, бұл жерде пайданы көретін тағы да сол Европа болғалы тұр. Себебі мына орыс-түрік соғысы немесе Қырым соғысы кезінде біз айтып отырған Осман әскері жеңіске жеткенімен, мерей асқақтағанымен, бұдан Осман халқының жағдайы, Осман империясында халықтардың жағдайы керемет болып кеткен жоқ. Себебі Осман империясы Европа мемлекеттерінен қарыз алып, қарызға батқан болатын. Ал ол қарыздың өтемі ретінде Европа мемлекеттері Осман империясының ішкі істеріне араласа бастады. Ал қазіргі кезде Зеленскийдің жағдайын өздеріңіз де жақсы білесіздер. Қарыз сұрап Европаға барды, қарыз сұрап Америкаға барды. Ал әрине қарыз тегінен тегін берілмейді. Соғыс аяқталмай жатып, Трамптың өзі қарызын пұлдай бастаған болатын. Соғыс әлі жалғасып жатқан күннің өзінде. Ал ертең бұл соғыс біткеннен кейін, әйтеуір еркелі-кеш жаңағы шайқаспен басталған бұл оқиға бітіммен бітетіні айтпаса да түсінікті. Ал сол соғыс біткеннен кейін жағдай не болады? Украина қарызын қалай өтейді? Және қарызын өтеу кезінде қанша жылдарға созылуы мүмкін? Бұл Украинаның ішкі ісіне Европа мемлекеттерінің араласуына алып келуі әбден мүмкін. Себебі Украинаның қазірдің өзінде өзінің күйреген экономикасын қалпына келтіруге шамасы жетпей отыр. Соғыс аяқталмай жатып. Ал ертең соғыс аяқталғаннан кейін тағы да Украина жерінде Украина билігіне батыс мемлекеттерінің ықпалы арту әбден мүмкін. Сонда бұл екінші Қырым соғысының оқиғасына айналуы мүмкін. Бірінші Қырым соғысында мен сіздерге айтып бердім қандай болған оқиғаның. Ал екінші Қырым соғысы соны әбден қайталауы мүмкін. Ал қалай ойлайсыздар? Менің жасап отырған саяси болжамым, тарихи талдауым дұрыс па, бұрыс па? Оны өздеріңіз міндетті түрде комментарийге жазып, пікірлерін жазып қалдырыңыздар. Мен оқуға тырысатын боламын. Және бұл видеоны бүкіл таныстарыңызға таратып жіберіңіздер. Әлемде болып жатқан осындай саяси оқиғаларды тарихи тұрғыдан талдап беремін сіздерге.